Сәлем достар, бүгін сіздермен ешқандай миксерді және блендерді қажет етпейтін сүзбелі пирог жасап көрсететін боламын. Менің жаңадан түсірілген видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қасында тұрған қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға ұнды саламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Сода мен тұзды саламыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі болу керек. Қатты сарымайды үккіштің орташасында осылай үккіштейтін боламыз. Барлық сарымайымызды үккіштен өткізіп алдық, енді барлығын қолмен араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін начинкасы дайын болам дегенше бұны тоңазытқышқа сала тұрамыз. Начинкасын жасау үшін бізге керекті барлық 3 ингредиент бар, соның барлығын қосып вилкамен не болмаса венчикпен араластырып аламыз. Осындай бізде сұйық масса шығуы керек. Менде форма 22 см. Енді бағанағы қамырымыздың жартысынан көп бөлігін асты жағына саламыз және жан жағына кішігірім бортик жасаймыз. Енді ішіне начинкамызды құямыз. Қалған қамырды осылай үстіне сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз піскен соң бөлме температурасында суытып, содан кейін тоңазытқышқа салып қойып, 1 сағатқа дейін, содан кейін жесеңіздер, пирогтарыңыздың дәмі өзгеше болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз.